Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен дара және күрделі етістік тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Біз бүгін нұсқаулық жазуды үйренетін боламыз. Бұл бізде 36-40 жаттығулар аралығы 112 сабақ қазақ тілі пәні 2 сынып. Кәне бірге видеоны соңына дейін тамашалайық. 36 жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Елден алғыс алғанмын, мен бағбанмын, бақ қызығы керек бе? Кел балақай көмекке. Адамға тән шыдам күш, балаға тән ұнамдыс, бағбан бала атансаң, атам саған мың алғыс. Бейсебай Кіріспай деген кісі жазған екен. Енді қарандар балалар, өлеңде кім туралы айтылған дейді? Бағбан туралы айтылған. Өлеңде бағбан бала туралы айтылған. Енді қарандар, бағбан деген кім? Бағбан деген бақты күтіп баптайтын адам. Бақ деген алма ағаштардан, жеміс ағаштарынан тұратын үлкен жаңағы жерді айтады, сол жерді бақ деп айтады екен, осы бақты күтіп баптайтын адам болады, соны бағбан деп айтады екен. Міне көрдіңдер ме? Енді оған ат қой дейді. Мен мысалы бағбан, жай ғана бағбан деп ат қойдым. Сендер мүмкін бағбан бала деп ат қоярсыңдар. Енді өлеңдегі негізгі ойды анықта дейді. Енді өлеңдегі негізгі ой қандай? Негізгі ой бұл жерде адамға шыдам керек, төзім керек, еңбекқор болу керек, бір нәрсеге жету үшін, бір істі бастағаннан кейін оның жемісін көру үшін, оның нәтижесін көру үшін адамға шыдам керек, ең алдымен шыдам керек, төзім керек. Мысалы сендер қазір көктем кезінде бір алма ағашының кішкене көшетін алып отырғыза салып бірден алма береді екен деуге болмайды, оны қаншама күтіп баптауымыз керек. Ол 2-3 жылдан кейін бірақ береді жемісін. Яғни 2-3 жыл бойы біз одан ешқандай жеміс күтпей, жай ғана оған суғарып, жаңағы керекті тыңайтқыштарын қосып, оны құрт құмырсқалардан, жаңағы басқа да зиянкестерден қорғаштап, оны сол жеміс беретін уақытқа дейін біз жеткізуіміз керек. Яғни көрдіңдер ме, бағбанның жұмысы қандай екен? Адамға кез келген, бұл тек қана бағбанның жұмысында ғана емес, кез келген жұмыста осындай төзімділік, шыдамдылық керек екен, күш қайрат керек екен, еңбек ету керек екен. Ең бастысы балалар, соған жетуіміз керек екен. Жақсы, ары қарай. Енді қарандар, 37 жаттығуда жас бағбанның есіне тақырыбындағы нұсқаулықты әрі қарай жалғастырып көр дейді. Міне мына жерден нұсқаулық берілген. Балалар, нұсқаулық деген жалпы не екенін білесіңдер ме? Нұсқаулық деген бір нәрсені қалай істеу керек, сол туралы жазылған жаңағы бір бағыт, нұсқаулық хат. Мысалы сендерге үйге жаңадан тоңазытқыш алып келеді. Мысалы мамаларың дүкеннен жаңадан тоңазытқыш сатып алып келді. Ол тоңазытқышты ішінде қарасаңдар, коробкасын қорабын ашып қарасаңдар, ішінде бір кітапша тұрады. Міне ол осы тоңазытқыштың нұсқаулығы. Ол яғни оның ішінде әртүрлі тілде ол тоңазытқышты қалай пайдалану керектігі жазылады. Яғни қай кезде жуу керек, қай кезде ол тоңазытқышты тоққа тығып қою керек, суыру керек, қалай істеу керек, қай жеріне қандай жемістерді сақтау керек, етті қалай сақтау керек ішінде, яғни азық-түліктерді қай жеріне қалай сақтау керек, толығымен нұсқау жазылады, мысалы оны шығарған адамдардан. Дәл сол сияқты мысалы бір ойыншық алып келді дейік, бір үлкенірек мысалы құрастыратын ойыншық алып келді, немесе бір жиһаз алып келді. Оны папаларын құрастыру үшін не істейді? Нұсқаулығын қарайды, мынаны қалай құрастырады екен, мына жеріне қосайын, мына жеріне қояйын деп, яғни нұсқаулық деген осы балалар. Және нұсқаулық деген мысалы сендерге көшеде жүруге арналған нұсқаулық деген болады. Мысалы балалар мектептерге қарасаңдар, кірсеңдер көшеде жүру нұсқаулығы, көшеде жүру тәртібі, ережесі десе болады. Ол да нұсқаулық. Мысалы қалай жүру керек, жаңағы адамдар жүретін жолдан қалай өту керек, бағдаршам қасынан қалай өту керек, бұның барлығы нұсқаулық болып есептеледі балалар. Көрдіңдер ме? Мысалы
неге ауруханаға кірсеңдер, өзін өзі қалай ұстау керек ауруханада, сол туралы нұсқаулық жазылып тұрады. Мысалы, маска тағу керек, қолды жаңағы тазалау керек деген сияқты. Міне көрдіңдер ме, нұсқаулық деген осы. Енді қараңдар, жас бағбанның есіне тақырыбындағы нұсқаулықты әрі қарай жалғастырып көр. Біріншісі, үстіңе қозғалуға ыңғайлы киім ки, бас киім киюді ұмытпа. Яғни қараңдар, бағбан ол көбінесе қимылды іспен айналысатын, бір орында отырмайды. Оның үстіне ол табиғат аясында жүреді, шөптердің, ағаштардың арасында жүргендіктен оған үстіне тез қимылдауға ыңғайлы сондай киім кию керек. Ол және далада жүргендіктен оның басына міндетті түрде бас киім болу керек. Еңбек құралдарын қалай пайдалануды үлкендерден сұрап ал. Көрдіңдер ме, қолдарыңа мысалы бір ағаштың бұтақтарын кесетін қайшы болсын, не болмаса бір аралар болсын, осындай еңбек құралдарын қайсысын қалай қолдану керегін үлкендерден міндетті түрде сұрап алу керек екен. Енді ары қарай үшіншісін балалар біз құрастыруымыз керек. Оны мен мысалы құрастырып қойдым, бірақ сендер дәл менікіндей емес, өздерің басқаша құрастыруларыңа болады. Мысалы, мен былай жаздым: қолыңа ыңғайлы жұмыс қолғабын киіп ал деп жаздым. Ол балалар қарандар, бағбан деген ол ағаш бұтақтарымен жұмыс жасайтын болғандықтан, оның қолын сырып кетуі мүмкін, жарақат алып қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде қолына жұмыс жасайтын ыңғайлы жұмыс қолғабын кигені дұрыс. Ары қарай, төртіншісі, жұмысты бастамас бұрын әр ағаштың ерекшелігін біліп танысып ал. Енді көрдіңдер ме балалар, сендер мысалы жас бағбан ретінде ағаштарды танымайсыңдар, қай ағаштан алма өсетінін, қай ағаштан алмұрт өсетінін, оны қалай қырқу керек, оны қалай қорғау керек екенін білмейсіңдер. Сондықтан алдын ала ол ағаштарды туралы біліп алу керек, қайсысымен қандай жұмыс жүргізу керек. Мысалы, бүгін тек қана алма ағаштарымен жұмыс жасаймыз, ертең тек қана алмұрт ағаштарымен жұмыс жасаймыз деген сияқты жұмыс жасайтын ағаштарыңды біліп алу керек екен. Жақсы, ары қарай соңғы жұмысыңды барынша адал, таза атқар. Міне балалар, бұл кез келген жұмыстың ережесі. Кез келген үй тазалау болсын, басқа жұмыс болсын, бақша өсіру болсын, жұмысты таза әрі адал атқаруға тырысу керек. Және соңына дейін жеткізуге тырысу керек. Басын бастап, аяғын тастап кетіп қалуға болмайды жұмыстың. Барынша адал істеу керек. Бар жаңағы шын ниетіңмен жасау керек. Сол кезде ол жұмыстың нәтижесі саған білінеді екен. Енді ары қарай қарандар балалар, құрастырған нұсқаулықтан дара және күрделі етістіктерді тап деді. Енді біз қазір осы жерден дара және күрделі етістіктерді табамыз. Міне мен етістіктерді таптым. Осылардың дара және күрделі екенін табуымыз керек. Ол үшін қарандар, мысалы, үстіңе қозғалуға ыңғайлы киім ки. Тек қана бірақ етістік тұр. Ки. Не істе? Ки. Бұл бізде дара етістік. Бас киім киюді ұмытпа. Яғни бұл жерде екі сөзден тұр. Бұл да күрделі етістік. Ары қарай, еңбек құралдарын қалай пайдалануды үлкендерден сұрап ал. Екі етістік, екі сөзден тұратын етістік. Сондықтан бұл күрделі етістік. Ары қарай, қолыңа ыңғайлы жұмыс қолғабын киіп ал. Бұл бізде киіп ал, яғни күрделі етістік, екі сөзден тұрады. Жұмысты бастамас бұрын әр ағаштың ерекшелігін біліп танысып ал. Міне күрделі етістік. Бұл жерде үш сөзден тұрады. Біліп, танысып ал. Үш сөзден тұратын күрделі етістік. Ары қарай, жұмысыңды барынша таза, адал атқар, яғни бірақ сөзден тұрады. Бұл дара етістік екен. Міне бұл жаттығу балалар осылай орындалады. Сендерге нұсқаулық дегенді түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді өздерің осы жерден нұсқаулық құрастыруға болады ары қарай. Мысалы, қаламды пайдалану нұсқаулығы, немесе қайшыны пайдалану, немесе ермексазды пайдалану туралы нұсқаулық жазып көрсеңдер болады. Міне балалар, қарандар, енді 38-ші жаттығуға келдік. Бұл жерде мәтінді оқы дейді. Жемістер денсаулыққа пайдалы, себебі олардың құрамында дәрумендер мол. Дәрумендерге бай жемістер қатарына апельсин, мандарин, ананас жатады. Енді қарандар балалар, дәрумендер деген не деген сөз дейді бұл жерде. Дәрумендер деген адам ағзасына ең қажетті заттар.
олар жаңағы ағзаның денсаулықтың жақсы болуын қамтамасыз етеді, біздің көңіл күйіміздің жақсы болуын қамтамасыз етеді, және біздің жаңағы ағзамыздың өсуіне, дамуына жақсы әсерін тигізетін заттарды айтады екен. Дәрумендерді біз қайдан аламыз? Дәрумендерді таза табиғи еттен, сүттен аламыз, сүт өнімдерінен, балық өнімдерінен аламыз. Және сондай-ақ ең көп дәрумендер жаңағы бізде жем-шидектер, көкөністер, жемістерден алады екенбіз, жидектерден алады екенбіз. Енді қараңдар, жалпы дәрумендерді ең пайдалы тағамдардан алады екенбіз. Енді қараңдар, оқығаның пайымдау мәтін екенін дәлелде. Балалар, қараңдар, мәтіннің 3 түрі болады. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні болады. Әңгімелеу мәтіні дегеніміз ол не істеді деген сұраққа жауап береді. Не істеді деген сұраққа жауап береді. Ол дегеніміз жай ғана әңгімелеп отырады. Мысалы, бүгін жаңбыр жауды, мысалы, Айдос далаға шықты деген сияқты жай ғана әңгіме айтады. Не істеді деген сұраққа жауап береді. Ал сипаттау мәтіні дегеніміз ол балалар қандай деген сұраққа жауап береді. Мысалы, бүгінгі ауа райы тамаша, күн деген жарқырап тұр, жылы деп, міне қандай деген сұрақты біз әр сөзімізге қоя беретін болсақ, мәтіндегі бұл бізде сипаттау мәтіні болады. Ал себебі, не үшін, не себепті деген сұраққа жауап беретін болса, ол бізде пайымдау мәтіні болады. Енді қараңдар, пайымдау мәтінін табудың, білудің, танудың бір ғана құпиясы бар, ол себебі деген сөз келетін болса мәтінде, осы жері ол пайымдау мәтініне жатады. Мысалы, жемістер денсаулыққа пайдалы. Не себепті? Себебі, міне көрінер ме? Себебі олардың құрамында дәрумендер мол. Мен жемістердің пайдасын түсіндіріп тұр ғой бізге, не себепті екенін. Мысалы, бүгін Айнұр сабаққа кешігіп келді. Себебі ол таңертең жаңағы ұйықтап қалды, не болмаса сәл кішкене ауырып қалды деген сияқты әртүрлі бір себебін айтатын болса, егерде ол себебін айтатын болса, бұл пайымдау мәтіні болады. Не себепті, не үшін деген сұраққа жауап береді. Енді қараңдар, жемістерді қалай пайдалану қажет тақырыбына нұсқаулық құрастырып көр. Енді ары қарай нұсқаулық құрастырамыз. Оны жемістердің жеуге жарамдысын іріктеп ал деген сөйлемнен баста. Енді қараңдар, міне бұл жерде жемістерді қалай пайдалану қажет. Міне мына жерде жемістер берілген. Енді осыған мен кішігірім нұсқаулық құрастырдым. Сендер оны толықтыруларыңа болады, не болмаса өздеріңе басқа да нұсқаулық құрастыруларыңа болады. Жемістерді қалай пайдалану қажет. Сендер өздерің жалпы қалай пайдаланасыңдар, мамаларың қалай пайдаланады, соған байланысты сендер бір өздеріңнің нұсқаулықтарыңды құрастыруларыңа болады. Қараңдар, жемістердің жеуге жарамдысын таңдап ал. Міне бағана айттым, іріктеп ал деген сөз таңдап ал деген сөзді айтады. Мысалы, біз базарға барған кезде, дүкенге барған кезде, жеміс таңдаған кезде, мамамызға көмектескен кезде бір шірігені бар, немесе езіліп кеткені бар жемістерді алмаймыз ғой, біз жеуге жарамды тазасынан аламыз. Жемістердің толық піскенін таңдап ал. Яғни қараңдар, жай ғана бақшаға барғанда да, мысалы, біз көк алманы, немесе піспей тұрған құлпынайды жұлып алмаймыз ғой. Біз толық піскен жемісті аламыз, толық пісіп тұрған жемісті аламыз. Ары қарай жемістердің балғынын таңдау керек. Яғни балғын деген балалар свежий деген сөз ғой, орысша айтқанда свежий. Ең балғын жемісті таңдауға тырысу керек. Солып қалған, мысалы, сәбіздерді, солып қалған картопты таңдамаймыз. Біз кішкене қаттылау, балғын, сондайын таңдап аламыз. Пайдаланар алдында жемістерді жақсылап жуу керек. Енді әр жемісті, балалар, кез келген жемісті жуып жейміз, бірақ та әр жемістің өзінің пайдалану бар. Мысалы, банан жемісі болса, біз оның қабығын аршимыз. Апельсин, мандариндар болса, оның да сыртын аршып жейміз. Немесе алма болса, оны тек қана жуып жейміз, бірақ та оның ортасындағы дәнектерін жемейміз, өріктің дәнегін жемейміз, тек қана сыртын ғана жейміз. Әр жемістің өзінің пайдаланатын жаңағы ережелері бар екен. Жақсы. Келесі балалар 39-шы жаттығу. Бұл жерде жұмбақты көркем жаз, шешуін тап деді. Енді көркем жазуды сендер
кез келген сабақтың басында жасап жүрсіңдер, иә. Мысалы 1-2 жол бір әріпті жазасыңдар, одан кейін 1-2 жол жақсылап көркем жазу жазасыңдар. Жалпы менің айтарым, балалар, кез келген жаттығуды орындаған кезде соның барлығын көркем жазуға тырысыңдар. Сол кезде сендердің жазуларың өте әдемі, дәптерлерің таза, адам қызығарлықтай болады. Енді мына жерде бір жұмбақ берілген екен. Шөпшілердің шөбін шашты, қалпағымды ала қашты. Бұл қандай жауабы қалай болады? Шөпті шашты, қалпағымды ала қашты. Әрине бұл жел екен, иә, жел. Енді қараңдар, етістіктердің астынсыз дара күрделі екенін айт. Міне мен етістіктердің астынсызды. Шөбін шашты. Шашты бір-ақ сөзден тұрады. Не істеді? Шашты. Бұл дара етістік. Ала қашты. Не істеді? Ала қашты. 2 сөзден тұрады. Бұл яғни күрделі етістік екен. Бәрі өте оңай, балалар. Егер сендер түсініп алған болсаңдар, дара күрделі етістіктің айырмашылығын түсініп алған болсаңдар, оны табу өте оңай. Жақсы, кеттік. Келесі. Бізде енді 40-шы жаттығу тірек сөздерді пайдаланып, тақырып бойынша әңгіме құра. Тақырып сотқар мысық дейді. Балалар, егер сендер білсеңдер, тірек сөздер арқылы әңгіме құрау бұл өте қызық екен. Мына жерде мысалы мынадай тірек сөздер бар. Мысық, кірпі, көзі шалып қалды, қасына тақады, қозғалта алмады, арқасынан салып қалды, қан саулады, әзер жетті. Енді қараңдар, осы сөздерді пайдаланып, бұларды қосымша қосып, яғни өзіміздің ойымыздан толықтырып сөйлемді, бұл жерде біз әңгіме құрастыруымыз керек. Оны ойлана келе құрастыруымыз керек. Яғни ол әңгіменің бір мән мағынасы болу керек. Мысалы, мен мынандай әңгіме құрастырдым. Сотқар мысық. Жаздың тамаша бір күнінде аулада бір әдемі кірпі кетіп бара жатты. Кенет оны біздің ауланың сотқар мысығының көзі шалып қалды. Көрінер ме? Көзі шалып қалды деген сөзді пайдаландым. Ол аңдып жүріп кірпінің қасына тақады. Міне, тақады. Қорыққан кірпі жиырылып домалана қалды. Мысық оны ары түртіп, бері түртіп, орнынан қозғалта алмады. Міне, көрінер ме? Орнынан қозғалта алмады. Бір кезде сотқар мысық кірпінің арқасынан аяғымен салып қалды. Сол ақ екен, кірпінің тікені аяғына кіріп, қан саулады. Көрінер ме? Аяғынан қан саулады. Қорқып сасып қалған мысық үйіне әзер жетті. Міне мен осындай әңгіме құрадым. Сендер дәл менің әңгімемді көшіруге міндетті емессіңдер. Өздерің қосымша ұнамаған жерін алып тастап, немесе өздеріңнен қосуға болады. Бұл тек қана үлгі. Жалпы балалар, менің видеом сендерге толығымен көшіріп алуға арналмаған. Бұл тек қана сендерге нұсқаулық, яғни қалай істеуге болады деген. Мысалы, мүмкін сендер өз мұғалімдердің, басқа мұғалімнің айтқанын түсінбегенде, мүмкін менің айтқанымнан түсінетін шығарсыңдар деген оймен жасалған видеолар. Сондықтан дайын дүниені көшіруге тырыспай, кішкене өздерің намысқа тырысып, өздерің барлығын орындап, жасап барып, содан кейін тексеріп үйреніңдер. Жақсы балалар, осымен бүгінгі видеом аяқталды. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа көптен көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, өз ойларыңды білдіріп, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.